Қазір сіздер аудандық полиция бөлімінің кезекші бөлімшесіндесіздер. Жедел кезекшінің көмекшісі. Нұра ауданы бойынша 56 бейне камералар бар. Бүгінгі таңда Нұра ауданы барлық мектептер мен бала бақшаларында орналасқан бейне бақылау камералар кезекші бөлімге өткізілген. Өздеріңіз көріп отырғандай, біздің қызметкерлер осы камералар арқылы мектепте болған жағдайларды бақылап отырады. Камералардың көмегі полиция үшін өте қажет. Биылғы жылы кентте орналасқан бейне камералар бойынша көмегімен ұрлық қылмысы ашылған. Алдыңғы уақытта камералардың санын ұлғайту бойынша жергілікті атқарушы билікпен тиісті жұмыстар жүргізілді. Біз келесі жылға осы кенттің басында бағдаршамдар қоюды жоспарлап отырмыз. Және де біз полиция бөліміне аудан тарапынан да өз көмегімізді, қол ұшымызды беріп жатамыз жылда. Қазіргі таңның өзінде де мысалы 9 пәтер біз қызметтік пәтермен қамтылған полиция бөлімінің қызметкерлері. Және де 2020 жылдары планшет компьютерлер берілді. Биылдың өзінде де компьютермен жабдықтауға біз атсалысып жаңа компьютерлер жібердік. 2009 жылы жолдасым екеуміз үйленіп тұрмыс құрғанбыз. Ол уақытта жолдасым учаскелік полиция инспекторы болып қызметін атқарған. Ахмет ауылында әкімшілік учаскесі болған. Сол ауылдың учаскелік инспекторы болғандықтан біз Ахмет ауылда тұратынбыз. Күнде мен 40 шақырым жерде Нұра кентіне келетінмін. Қазіргі таңда Нұра ауданының басшылығының көмегімен және аудан әкімінің көмегімен осы 22 жылдың тамыз айында қызметтік пәтер алғанбыз.